Арбаңыз өркі көгічкен, сымбаты сусар болған, сөйлеген сөзі, айтқан кеби, ұғарманды елемес, таш, қимылсыз заттарды дағы жігіте алған, өз құрағындағы емес, өзінен бұлылардыға тете келген, өзінен кейінкілерге үлгі болған чечен, жаңы жұртқа төбесі көрінген, татықты инсан қатары, сөйлеу кебіменен кеп маданиятының талабын тақ атқарған ежеке қатар озғаланған Нұрқыз студентім. Баракелді. Бұл жерде болып отқан шараның ең алдыңғысы сөйлеу бойынша. Мықтысы чұқығандай сөз тапқан, сыпаттап, құйылыштырып, ұғымды, тәсірді, эмоционалды сөйлеген. Бұға чейінгі сөйлегендердің бардығы штамп түріндегі кетіп аттылы, бірін-бірі қайталап, бүресінде қайталавадыңды баракелді. Сен ұққанда мені арқа тарапта тұрдым әлі. Аялдардың, еркектердің арасында. Шуыр кеп болып, бұл кім, қайдан келді, кім екен де таза таң қалып атшыды. Сен өзің жаңағы раматлық атаң айтып, жерден патасын алған Сооронбай ағам дегенден кейін анан деп бәрі шықтарын атады. Сөйлеу шындай болуш керек та. Мен бұғы отырып, аябай разы болдым, баракелді. Болғанда да сен ең алдыда бір аялдың жанында отырдың. Сол арқадағы екінші қатар, анан үшінші қатарда арқаңда отырдым. Азыр еміне ақты чақырғаннан сол жаққа басып кеттім. Бәлі, азамат. Мынандай чоң жерде, чоң жамааттың алдында сөйлегенімді бірінші жолы көріп атам. Азамат, аябай жақсы сөйледің. Аман бол, арта берсін, шығың арсын, талантың өссін, баракелді. Өтті құлағым ғып, құлағымның құжыры қанды. Сөйлеген сөзің көдіңге жетті, көкөйге жетті, баракелді.